Моншақты сумканы жасамас бұрын мен сіздерге осындай пакеттің ішінде жаңағындай моншақтың керек заттарын барлығын салып беретін боламын сумканың. Соны мен сіздерге қазір айтып қысқаша түсіндіріп өтіп кетейін, қандай не салатынымды. Мынандай бисер салынатын болады моншағымыз. Бұл жерде сіздерге керекті мөлшерде салынады толтырылып. Сосын мынандай веска, жаңағы жібі дейміз ғой. Одан кейін мынандай жаңағы кольцосы, осындай домалақ темір. Бүйтіп былай оны ашып, одан кейін қайтадан жабамыз, осындай темір. Барлығы керекті мөлшерде беріледі, жеткілікті мөлшерде беріледі. Одан кейін мынандай ручкамыз, сумкамыздың ручкасы темір. Одан кейін жаңағы сумкамыздың сыртында моншағын жасап болғаннан кейін ішіне салатын осындай астар дейміз ғой, сондай осындай қап сияқты астар осындай салынады. Тартсаңыздар осылай жиналады. Одан кейін барып осындай цеп, сумкамыздың цеп, иығымызға асатын осындай цеп беріледі. Темір мына жерінен алынып салынатын несі бар жаңағыдай. Енді ары қарай сіздерге қазір мен неміздің сумкамыздың домалағын жасауды көрсететін боламын. Бұл жердегі берілетін сіздерге заттардың бәрі өздеріңізге керекті мөлшерде беріледі. Және де тағы да айтатыным, сіздер моншақты сумканы жасап жатқан кезінде ой, маған керекті мөлшерде берді, артығы мен берді деп төгіп шашпай кішкене ұқыптырақ жасаңыздар. Ар жақта, жан жақта қалып қалмасын. Мен сіздерге қазір весканың даже қанша сантиметр болу керек екенін неден айтатын боламын. Мынандай весканың жібімізді қанша сантиметр етіп кесеміз, солға кезгеден айтамын. Вескамызды қазір мен 48 сантиметр етіп өлшеймін. Мынандай моншақ жасау үшін бізге моншағымызды жасап болған кейін ар жағында жаңағы жіптеріміз не артық, не жетпей қалмасын деп сіздерге барынша мөлшеріне дейін, барынша қанша сантиметр сол кезге дейін сіздерге айтайын деп отырмын. 48 сантиметр сіздерге нормально болады, қатты артық қалмайды да, кем де болмайды. 48 сантиметр вескамызды өлшеп кесіп аламыз. Енді ары қарай мен сіздерге көріну үшін мынандай етіп қара матаны осылай қойып қойдым. Енді кезекте біз домалағымызды жасаймыз. Бірінші 5 моншағымызды аламыз. Бірінші қатар 5 моншақ. Біз моншақтармен жұмыс жасағандықтан кішкене домалап, бір қиындықтар туындауы мүмкін, қиындық емес енді. Келесі бізде 4 моншақ. Одан кейін келесі бізде 3 моншақ. 3 моншақ. Келесі тағы да 3 моншақ. Бұл бізде екінші үштік деп айтайын. Бірінші үштік, мынау екінші үштік. Енді келесі үшінші үштік тағы да біреу болады. Келесі үшінші үштік. Одан кейін 2 моншағымыз болады. Бұл бізде бірінші қатар деп айтайын. Қараңыздар, бірінші 5 моншақ, одан кейін 4, одан кейін 3, одан кейін екінші үштік, үшінші үштік, ең соңында мынау 2. Барлығы бізде мынау қазір бірінші қатар деп есептейік. Сіздер қателесіп кетпес үшін солай түсіндіріп жатырмын. Бірінші қатарда осылай болды. Енді екінші қатарымызда 3 моншақ, одан кейін 2 моншақ болады. Бірінші екілік, 2 моншақ. Енді келесі екіншісін тағы да екінші екілік деп осылай түсіндіріп айтайын сіздерге. Бірінші екілік, екінші екілік деп. Так, осындай кішкене қолайсыздықтар туындайды. Енді бұл моншақ болғаннан кейін домалап екінші екілікті қойдым. Енді үшінші екілік. Міне, үшінші екілік. Сосын ең соңында біреу болады. Сонымен бізде екінші қатар аяқталады. Екінші қатарымыз осылай болады. Бірінші 5, екінші 4, одан кейін үштік, екінші үштік, үшінші үштік, сосын 2. Бұл бізде бірінші қатар. Енді астында, одан кейін екінші қатарда үштік, 3 моншақ, одан кейін екілік, екінші екілік, үшінші екілік, соңында 1 моншақ.
Міне бізде осылай реттеп қойып аламыз моншақтарымызды қателесіп кетпес үшін. Енді вескамызды аламыз да бірінші бестікті алып вескамызға тағамыз, ілеміз. Бес моншағымызды алып осылай вескамызға тағамыз. Екінші, одан кейін үшінші, осындай енді кішкене кедергілер болып тұрады. Үшіншісін тағып, одан кейін төртіншісін тағамыз. Ең соңында бесіншісіне келген кезінде бесіншісін біріктіреміз, яғни вескамыздың екінші жағын алып біріктіреміз. Қазір мен төртіншісін тағып жатырмын. И бесіншісін. Кішкене осындай болып тұрады, қыздар, түсінікпен қараймыз. Бесіншісін тақтым. Енді мынау бесіншісін тақтым. Соңғы мынау моншаққа бөлек алып аламын да. Мынау екінші сол жағымдағы весканы кіргіземін. Оң жағыма моншақтарды жинаймын, сол жағымдағы вескамен біріктіріп ішіне ең соңғы моншақтарды кіргізіп отырамыз. Осылай жинап моншағымызды тартамыз. Бір-біріне весканы біріктіріп тартамыз. Бірдей болып шығу керек. Енді келесі бізде осындай болып шықты 5 моншақтан. Енді келесі бізде 4 моншақ. 4 моншақты аламыз. Қолыма мен осылай алып жинап тұрып жасағанды оңай көремін. Осылай 4-еуін аламын да. 4-еуін де өткіземін. Төртеуінде өткізіп алдым, міне. Оң жақ қолымдағы жіпке моншақтарды жинап отырамын. Сол жағыммен соңғы қалған моншақты біріктіріп отырамын. Сол жағымдағы жіппен. Міне ең соңғы, мына 4-ші моншағымды алдамын да, сол жағымдағы жіпті әкеліп, моншақтың ортасынан кіргізіп, бірік қосамын. Міне. Сосын мына жібімізді осылай біріктіріп аламын да, содан кейін барып моншағымды осылай жіберіп тартамын. Одан кейін бізде мынандай болып, мынау неміз шығып тұрады. Мынау менде қазір оң жағымда моншақпен жинап жатырмын, ал мына жағым, сол жағым, ол біз қазір мына моншақтың ішіне кіретін жағы. Сол жақ жіпті қазір моншаққа кіргіземін, қарап отырыңыздар. Мынау сол жақтағы жіпті аламын да, мынау тұрған моншаққа кіремін. Міне мынау тұрған моншаққа кіремін. Тура өзі қасында көрініп тұрады. Жіпті қосқан кезінде уже бір-біріне біріккені әдемі болып көрініп шығып тұрады. Содан біле берсеңіздер болады. Міне мынаған кір кетпеңіздер. Одан міне мына жоғарысында осы моншаққа кіреміз. Сол жағындағы жіпті алып, сол моншақтың ішіне кіремін. Міне кіріп, осылай біріктірдім. Міне қараңыздар, енді қалай әдемі болып шыға келді біздің жібіміз. Моншағымыз бірікті әдемі болып. Келесі үш моншақты аламыз. Бірінші үштік деп айтайын. Бірінші үштікті аламыз. Қолымызда жіпті ұстап тұрғанда оң қолымызға моншақтарды жинаймыз. Оң қолымыздағы жіпке моншақтарымызды жинаймыз. Енді сол қолымыздағы жіпті алып, тағы да сол моншақтың ортасынан іліп аламыз да, осылай біріктіріп жинаймыз. Сосын мына жерде енді қосамыз. Қазір мынандай болып тұр біздің моншағымыз. Енді сол жағымыздағы жіпті мынаған кіргіземіз. Мынаған кірмейміз, оған емес, міне мынаған кіреміз. Осы моншаққа кіреміз. Өзі біріктіріп жіпті кіргізген кезде белгілі болып тұрады, рет-ретімен көрініп тұрады. Міне осындай болады қазір. Осындай болып көрініп тұр біздің моншағымыз. Енді екінші үштікті аламыз. Екінші үштік деп айтам. Бірінші үштік кетті, екінші үштікті аламыз. Сол оң жағымыздағы жіпке моншағымызды жинаймыз. Соңғы моншақты алып қалып, сол жағымыздағы қолымыздағы жіпті кіргізіп, осылай біріктіріп шығарамыз. Сосын
келесі енді бізде мынаған кіреміз. Мынаған емес, мынаған. Өзі көрініп тұрады, орындары, жолдары көрініп тұрады, кіретін соған, сол моншаққа кіреміз. Міне осылай кірдік. Енді соңғы үшінші үштік қалды. Осы үшінші үштікті аламыз да, оны да кіргізіп, соңғы моншағымызды аламыз да, жібімізді, екінші жібімізді кіргізіп, осылай жібереміз. Енді мына жерде екі моншаққа кіреміз. Мынау бірінші, одан кейін мынау екінші. Екі моншаққа бірден кіріп шығамыз. Міне, қараңыздар. Міне бір-ақ кірдім, міне екі моншаққа. Міне кірген кезде бізде моншағымыз осылай көрініп тұрады. Міне қараңыздар, ретімен әдемі болып осылай моншағымыз көрініп тұрады. Мынау ортасындағы бестік, 5 моншақтан құралды. Одан кейін 4-тік, одан кейін 3-3-тік міне көрініп тұрады өзі. Көзбен есептесеңіздер. Мынау екінші үштік, үшінші үштік солай көрініп тұрады. Енді бізде 2 моншақ қалады, соңғысы, бірінші қатардың соңғы 2 моншақ. Соны аламыз да, осылай ішіне кіріп, тоже дәл алдыңғы жасағанда етіп кіргіземіз. Міне қараңыздар, моншағымыздың жартысы дайын болды, жарты домалағы. Домалақтың жартысы дайын болды. Енді мына жерде бір моншаққа кіреміз. Бір моншаққа кіріп, жібіміздің сол қолымыздағы жіпті бір моншаққа кіргіземіз, сонда жартысы дайын болды. Енді мына жерде бізде екінші қатарымыз тұр. Екінші қатарымызды бастаймыз, уже үстіне көтерілеміз. Домалағымыздың екінші жартысы басталады. 3 моншақты кіргіздім. Дәл жаңағындай оларды да кіргізе береміз. Енді мына жерде біз 2 моншаққа кіреміз. Қараңыздар, екеуіне кіреміз. Енді ары қарай екеуіне кіріп отырамыз барлығында. Мынау біріншісіне, одан кейін екіншісіне. Мына біріншісіне мынау кірдім, одан кейін екіншісіне кірдім. Екеуіне бір-ақ кірдім мен мына жерде. Енді келесі бірінші екілікті бастаймыз. 2 моншақты аламыз да, соңғысын осылай біріктіріп, енді тағы да 2 моншаққа кіреміз. Біреу, екеу. Өзі жолдары көрініп тұрады, сол моншақтарға кіре бересіздер ары қарай оңай. Міне, екеуіне кірдім. Енді келесі екінші екілікке кіремін. Екінші екілікке кіріп, дәл жаңағындай кіріп, екеуін бір-бірінің ішіне біріктіріп отырамын. Сосын тоже солай 2 моншаққа бір-ақ кіреміз. 2 моншаққа. Мына біріншісіне кірдім, одан кейін екіншісіне кірдім. Енді бізде үшінші екілік қалды. Енді соңғы екілікті аламын, тоже жаңағындай кіремін. Осылай кіріп, осылай біріктіріп, енді біз мына жерде 3 моншаққа кіреміз. Біріншісі, екінші, үшінші. Осы 3 моншаққа бір-ақ кіреміз. Алдыңғыларында 2 моншаққа кіріп жүрдік қой, енді 3 моншаққа кіреміз. Міне мен үшеуіне кірдім. Енді ең соңғы қалған 1 моншақты аламыз да, осылай оң қолымыздағы жіпке вескаға кіргізіп, сол қолымыздағы жіпті моншақтың ортасынан өткізіп, осылай тартамыз. Сонымен біздің домалақ моншағымыз дайын болады. Домалақ шеңберлі болып шығады, осындай әдемі моншақтан жасалынған домалағымыз. Енді мына жерде мынаны айналдырып отырып, осы барлығынан жібімізді осылай кіргізіп шығамыз. 2-ге бөліп, 2 жағын да кіргізіп шығарсаңыздар болады. Дәл мен сияқты, мұны видеода көрсеткенімдей, барлығын осылай 2 жаққа кіргізіп шығарсаңыздар болады. Енді міне осылай кіргізіп алдым. Енді байлаймыз. Байлаған кезінде мынау жібімізді байлаймыз қазір. Тартып ұстап тұрып байлаймыз. Бір рет байладым. Тартып тұрамын да, енді
мына жіпті осылай екеуін бір-біріне қосып ұстап тұрып, кішкене осылай айналдырып жіберемін, кішкене. Послушный болмай қалмасын деп жібімізді жібітіп, екінші рет байлаймын да, тағы да жаңағындай жіпті бір-біріне ұстатамын да, біріктіріп, тағы да жаңағындай етіп айналдырып жіберемін. Бұл біздің жібіміз кішкене жұмсарып, қайырған кезде тұратындай болу үшін ғой. Енді мынау үшінші рет байлауым. Үшінші рет байлаған кезінде де осылай тартып, дәл жаңағындай етіп ұстап тұрып, айналдырып жіберіп, жақсылап тартып жатырмын қазір. Осылай жақсылап тартып, енді біріктіріп ұстаймын да, тағы да жаңағындай айналдырып жіберемін да, жібере саламын и уже кесемін. Енді ары қарай қыздар, сіздерге мен мынандай домалақ кольцо дейміз ғой, соны қалай ашамыз, соны сіздерге екі түрін көрсетейін дегенмін. Бірінші түрін қазір былайынан ашуға болады. Енді өздеріңіз білесіздер, екі жаққа осылай тарту арқылы, бірақ кейін соңынан моншақтарымызды өткізіп болғаннан кейін оны жаңағындай плоскогубцы сияқты сондаймен қайта жабу керек болады. Мынау моншағымызды мынаның ішіне кіргіземіз, міне осылай кіргіземіз. Барлық моншақтарымызды осылай кіргіземіз. Қазір мен екінші түрін көрсетемін, жаңағы кольцоның ашу түрін. Қазір мен түсіндірейін мына жерде. Мына жерде қараңыздар, бір ғана моншақтың ішіне кіргізіп шығамыз. Бір ғана моншақ міне көрініп тұр. Қараңыздар. 2-3 қатарына өтіп кеткен жоқпыз. Бірінші қатар міне бір қатардан ғана тұр. Міне осылай. Осылай шеңберімізге, мына кольцомыздың ішіне 3 моншағымызды осылай кіргізіп дайындаймыз. Барлық шеңбермен барлық моншақтарды осылай кіргізіп дайындаймыз. Қараңыздар, осылай кіргізіп аламыз. Бізге 10 мынандай кольцо бар ғой, осындай 10 кольцоның ішіне кіргізіп, мына моншақтарымызды кіргізіп, 3 моншақ, 10 кольцоның ішіне 3 моншақты кіргіземіз. Сосын қазір бір-біріне қосатын боламыз оны ары қарай. Мына қараңыздар, мына жерде бір ғана қатарына кіріп жатыр, моншақтың 2-3 қатарына кіріп кетіп жатқан жоқ, немесе моншақтың тең жартысына кіріп жатқан жоқ, бір ғана моншақтың өзіне кіріп жатыр. Оны жасау барысында сіздерге түсінікті болады. Қазір мен сіздерге екінші түрін көрсетемін, кольцоны ашудың екінші түрі. Екінші түрі, кольцомызды екі жаққа тартпаймыз, қиғашынан ғана осылай итереміз. Мына қараңыздар, қиғашынан ғана астына немесе үстіне, өзімізге немесе осылай міне. Осылай қиғаштан ғана итереміз. Осылай итеру арқылы жаңа моншақтарымызды салуға болады. Бұл жаңағы плоскогубцийді қажет етпейді, осындай етсеңіздер. Енді сіздерге екі түрін де көрсетіп жатырмын. Ыңғайлы қайсы болады, соны көресіздер. Мінекей 10 кольцомыздың ішіне осылай 3 моншақты қосып аламыз, кіргізіп алып дайындап қойдық. Енді ары қарай біріктіреміз. Мынау бірінші кольцоны осылай қойып алдым жерге, сосын екіншісін алдым да, моншақтары бар кольцоны. Екіншісін алдым да, осылай қойып қою арқылы жасаңыздар. Астына үстіне және де мына бір шетіне. Астына үстіне, мынау шетіне. Жаңа моншақ, кольцоның ішіндегі моншақты айтып жатырмын да, астыңғы, үстіңгі, немесе қалай айтсам, оң жақ, сол жақ деп айтсам болады болмаса. Мына турына видеодағыдай біріктіріп қосамыз 10 кольцоны. Моншақтың бір ғана моншаққа ілеміз, 2-3 моншаққа ілмейміз. Мына осылай біріктіреміз. Кішкене қиындау болады. Кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Бастапқыда кішкене қиындау болады, сосын қолдарыңыз шебер болады. Енді жаңағы сіздерге екі түрін көрсеттім дедім ғой. Ең бірінші түрі плоскогубцы сияқты жаңағы атын жазып қоятын боламыз, сонымен қысатын боласыздар. Өйткені моншақтары шығып кетеді сол үшін. Енді мына осылай біріктіреміз 10-ын. Енді санаймыз, қазір осылай қойып аламыз, ыңғайлы болу үшін санағанға. Осылай рет-ретімен дүзу етіп қойып қойыңыздар. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, санадым көздеріңізше 10 болды. Осылай ұзын етіп қойып қоясыздар, санағанға ыңғайлы болу керек. Енді астына екінші қатарын жалғастырамыз. Тура осымен бірдей болып 10 болу керек. Енді екінші қатарын қазір бастаған кезінде былай болады. Кольцомызда екеу болады. Кольцоның ішінде екі моншақ болады. Мынау бірінші қатардағы мынау тұрған моншақ бар емес па, соның астына құрастырамыз осылай. Бұны да тоже осылай алдына дайындап қойсаңыздар болады. Мен осылай дайындап қоямын. Қазір мына кольцоның ішіне екі-екіден салып жатырмын. Ары қарай міне жалғастырып, мынау моншағымызға кіреміз. Екі моншақ кольцода. Мынаған кіреміз. Мұны осыған кіреміз. Бұдан кейін реттеп дұрыстап жібереміз. Бір моншағым астында, бір моншағым оң жағында тұрады. Енді мына үстін мынаған біріктіреміз. Міне, осылай біріктіреміз. Міне. Сонда бізде бір кольцоның ішінде 3 моншақ ілінгендей болып көрініп кетеді. Ал мына екеуі, біреуі оң жаққа, біреуі астына. Осылай қойып рет-ретімен осылай немізді жинасаңыздар, уже сіздерге түсінікті бола бастайды. Қараңыздар. Мынаны осылай кіремін. Сосын ана үстіңгісіне кіремін. Ал моншақтағы екі моншағымды, кольцодағы екі моншағымның біреуін оң жаққа, біреуін астына реттеп қоямын. Міне қыздар, мұнда 3 қатар тоқыппын мен. 3 қатар жасаған екенмін. Мына жерден былай санағанда 3 кольцомыз тұр. Ал үстіңгі жағынан санағанда 10. Мына каждый моншақтарды санағанда 10 моншақ. Яғни 10 қатар. Енді қараңыздар, мына жағымызда, мына кольцоларда бізде мына жағында моншақ жоқ. Қараңыздар, көрініп тұр, моншақ жоқ. Ал мына жағымызда, мынау немізде, оң жағымызда міне кольцолар көрініп тұр, шығып тұр. Осы кольцоларды біз мына жаңа кольцо жоқ деген жері бар ғой, соған біріктіреміз. Соған қосамыз. Сосын және тағы да айтатын нәрсе, мына моншақтарымыз осылай қисайып қалған кезінде оны түзейлеп, реттеп қойыңыздар, өздеріңіз үшін түсініксіз болып қалмас үшін осылай реттеп, түзейлеп, осылай қойып қойыңыздар қисайып қалған жерлерін. Солай отырып жасаймыз біз бұл сумканы. Енді осыны мен қазір көтеріп алып келемін да, мынау моншаққа алып келіп біріктіремін. Мен жаңа айттым ғой, сол жағымызда моншақтар жоқ, оң жағымызда моншақтар тұр деп. Соны енді мына моншақтарымызды мына кольцомызға кіргізіп қосамыз, біріктіреміз. Үш моншақ па? 3 моншақты 3 осы кольцоға кіргіземіз. Мына осылай кіргіземіз. Және 1-2 қатарына кіріп кетпесін. Бір моншаққа кіргізсеңіздер де жетіп жатыр. Және де енді осыдан кейін ары қарай мен сіздерге айтқым келетіні, домалақтарыңызды қысып қойыңыздар.
мен ұмытып тұрмын атын, интернеттен жазамын, іздеп жазып қоятын боламын атын, жаңағы қысқыштың атын. Ол любой барлық адамда бар нәрсе. Тілімнің ұшында ұмытып тұрмын. Папамның инструментінің арасынан тауып алып, соны көзім жеткен болатын, домалаққа сыяды екен. Плоскогубцияның күші келмейді, сыймайды екен, плоскогубция қыса алмайды екен. Міне қараңыздар, осылай алып келіп біріктіріп қоямыз. Одан кейін ары қарай, енді ары қарай астын тоқимыз, астын жасаймыз. Мынау астыңғы жағын осылай қойып аламын, мынаны қозғалмай ақырын. Мынау екі моншаққа, мынау каждый моншақтар тұр ғой, екі моншақ, екі-екіден. Осылар бір-біріне пара болып жүреді, бір-біріне қарама-қарсы бір кольцоның ішіне кіретін болады. Міне мына екеуі, ана екеуі. 1, 2, 3, 4, 5 кольцо керек болады екен бізге. Мына екеуін аламын. Мына екеуін аламын, сосын кольцомды кіргіземін. Мына жерде енді астыңғы жағы болғандықтан, моншақтың біреуіне ғана емес, бір 2-3-еуіне, 2-3 қатарына кірсеңіздер болады. Подошва болғандықтан, асты болғандықтан шы. Осылай кіремін да, одан кейін ар жағындағы екінші моншаққа кіремін. Мына осылай кірдім. Қараңыздар, кірдім. Енді бізге мынандай домалақ тағы да моншақ қажет болады. Міне осындай моншақ қажет болады. Жаңағы бірінші кольцоға кірдім. Жаңағы кольцоның ішіне кірдім. Міне осылай кольцоның ішіне кіргіздім. Тағы да 4-5 моншақ қажет болады екен бізге. Енді келесі мынау немізді, кольцомызды аламын да мынаған кіремін. Жаңа қостым ғой, сол моншақ мынау. Осыған кіріп, мына жердегі екеуіне кіремін. Кішкене қиындықтар болып қалады, асықпай түсіндіріп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Мына кірдім, енді мына жақтан қазір екеуіне кіремін. Міне осылай екеуіне кіріп алдым. Енді тағы бір моншақты аламын. Тағы да бір моншақты аламын да кіргіземін. Одан кейін барып кольцомды алып осы моншаққа кіргіземін. Міне қараңыздар, бір кольцоның ішінде 4 моншақ кіріп тұр. Мына жақта 3. Осылай кіре береміз. Міне жаңағы кіргізген моншағыма кольцоны кіргіземін. Одан кейін қайтадан жаңағы 2 моншаққа кіретін боламыз. Мына қараңыздар, енді мен аяқтап болдым. Осындай болып шықты. Енді мынау сумканың ішіне салатын астарын осылай салып көріп жатырмын мен мұнда. Өзіме ұнайтын размерде шықты. Үлкенде емес, кішкентайда емес. Міне осындай болып тұрады. Әдейі просто өзіме қызық болу үшін міне осылай көріп жатырмын.
әдемі болып сумкамыз шығып келе жатыр. Ары қарай біз сумкамыздың ручкасын саламыз. Енді ручкасын салуға келген кезде сіздерге тағы да екі вариантты көрсеткім келіп отыр. Біреуі оңай, біреуі кішкене қиындау. Оңай түрі ол бізде қазір осылай сумканың ручкасын аламыз да, кішкене осылай ашып жіберіп, мынандай кольцоларымызды саламыз. Салып, одан кейін барып мынау кольцоларды мына домалаққа өткіземіз. Домалақ моншағымызға өткіземіз. Бұл кішкене шын айтсам сіздер үшін жеңіл оңай болады, но бірақ маған онша ұнай қоймады. Просто сіздерге оңайлығын қайсысын таңдайсыздар, сол үшін екі түрін көрсетіп жатырмын. Онша әдемі болмады, маған бұлай жасаған кезде көңілімнен шықпады, но бірақ сонда да өзімнің көргендерімді, білгендерімді сіздерге жасырмай көрсете берейін дедім. Бұл бізде оңай түрі осылай болады. Яғни сумкамыз ручкасы осындай болып көрініп тұрады. Ал мына цебімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ілсеңіздер болады. Мынау сумкамыздың мынау несін, астарын мынандай жібі бар ғой, соны әдемі етіп, неше түрлі етіп, жинап, бантик етіп, байлап қойсаңыздар болады. Ішіне өзіңіздің телефоныңыз, косметикаңыз бәрі сыяды. Бәрі болғанда енді кішігірім келген домалақ, келген айна, сондайларымыз, помадаларымыз сыяды, болады, келеді. Мен ойыншықтарды салып көрсетіп жатырмын. Мына жерде просто өзім қолыма түскен сол болды. Осылай әдемі етіп, бантик жасап, неше түрлі солай әдемілеп қойсаңыздар болады. Соңында осылай цебімізді тағып, цепті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жеріне тақсаңыздар болады. Қай жері ыңғайлы, моншақтан ба, жоқ мынандай екі неден ба, екі кольцодан ба, мен осылай ілдім. Қазір енді екінші түрін көрсетемін сіздерге, ручкасын жасаудың. Бұл бірінші түрі, оңай жеңіл түрі. Екінші қиындау түрі ол мынандай моншақтардан өткіземіз. Бағанағы кольцоларымызды алып тастаймыз. Соңында біз үлкен ручканың ішіне кольцо кіргізіп, соны алып тастаймыз да, сразу шығып тұрған 5 мынандай моншағымызға осының өзіне кіргіземіз. Енді кішкене шынын айтайын, қиындау. Қараңыздар, ортасына дейін кіргіздім мен. Мына ручкамыз біздің қалың болғандықтан ашылуы қиындау болды. Бір кіргізіп алсаңыздар, ары қарай кіріп кете береді, қиналмайсыздар. Мен барлығын осылай 5 моншақ, алдыңғы жағынан, артқы жағынан 5 моншақты осылай кіргіздім өзіне, мына ручкаға, мына қараңыздар. Сонда менің көңілімнен шықты бұл сумка. Сонда ғана әдемі, былқ-сылқ етпей әдемі болып шықты осы не. Соңында міне осындай әдемі біздің сумкамыз шығады. Сондай әдемі ерекше тойға көйлектеріңізбен тағып алсаңыздар керемет, ал заказ алсаңыздар тіпті керемет болады қыздар. Бұны кәдімгідей ауқымды бір сондай күшті бағаға сатуға болады. Бұл бізден нарықта сатылымда жоқ, қолөнерде оның жасалуы жоқ.